Mına жағдайлардан кейін келіп, сіздердің жағдайларыңызды білейін деп, мынау полиция халықпен бірге болу керек, бірге жұмыс істеу керек. Кейбір келеңсіз жағдайлар алды. Құдайға шүкір, мына аспанымыз ашық, еліміз тыныш. Сол жерде халық көп көмектесті бізге. Ертеңіне бастап 200-300 жігіттер келіп, одан да солар бөліп 3-4 жерде. Әл-Фараби алаңында, Акимат жақта тұрып түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, бізге көп көмектесті. Көптеп көмектесіп, осы қаланы гүлдендіруіміз керек, тәртібін сақтауымыз керек. Сіз бен біздер бірге болуымыз керек. Жағдайлар болған полиция қызметкерлер жағдайлары не болды? Жағдайлар жақсы, Құдайға шүкір. Қазір енді палатаға шықты. Енді өздеріңізге белгілі 2 адам оқтан жараланды, 1 адам пышақталды. Аман есен қазір палатаға шығып емделіп жатыр. Sizlerдің жұмыстарыңыз әрдайым алға жүре берсін. Рахмет сіздер. Генерал Ералика Жұмахан келіп біздің хал ахуалымызды сорап, жақсы, үлкен рахмет. Қазір әуелі бар біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевқа рахмет. Біз қазір үлкен халыққа қарап жатыр. Бұрынғы 90 жылдар емес, мен өзім индивидуаль примет бұрынғы қазір біздің участковыйлар бізге қарап жатыр. Кәмшілігін кеп сорайды, арапта, бізді өзімізді қарап жатыр. Үлкен рахмет. Мәна біздің опора пункты милиционер, бастықтары, Дәуренеке үлкен кеп хал ахуалымызды сорайды, не болды, не кәмшілік. Генералымызға үлкен рахмет келіп, бізді халықтың көріп, хал ахуалын сорғанға үлкен рахмет. Бұл генералмен Шымкент қаласында бірінші рет кездесіп тұрған жоқпыз. Ай сайын 2-3 айда опорныйларды айланады, райондарды айланады, постоянно айланып, осы халықтың жағдайын сұрап, халықты тыңдайтын осындай генералдарға мың алғысымызды білдіреміз. Кеше мына көтеріліс кезінде опорныйда милициялар, участковыйлар түн күн үйіне, бала шағасының алдына бармай, осы халықты тыныштықтарын ойлап, осы бізді тыныштығымызды ойлап, түн күн ұйықтамай қызмет істеген үшін үлкен алғысымызды білдіреміз полиция қызметкерлеріне. Асасы осы ауыл тұрғындарының атынан, бүтін қала атынан, осы Шымкент қаласы полицияларының үлкен алғыстарымызды білдіреміз. Отбасылы аманшылық, тыныштық, абыройлары бұдан да көтеріле берсін. Осыдан басқарып отырған генералымызға мың рахмет алғысымызды білеміз. Халықтың арасында жүріп, халықпен араласып тұрады. Ол басқа генералдарды білмеймін, бірақ біздің генерал басқаша, халықты жағдайын түсінетін генерал. Әкесіне мың рахмет, абырой бұдан да көтеріле берсін. Көмек керек кезде көмектеседі. Соларға енді солардың жұмысына байланысты қазір біздің район тыныш болып қалған. Генералға да рахмет. Постоянно келіп, жиналыс өткізіп, жағдайларымыз сұрап, сұрақтарыңызды бере беріңіздер, чатқа жазыңыздар, айтыңыздар, сұрақ беріңіздер деп сөйтіп келіп тұрады. Каждый среда өзінің қабылдау күні, әр среда сайын оны біз білеміз. Полиция қызметкерлерінің арқасы алдыңғы шетте жүретін, бірінші алдыңғы шетте тұратын полиция қызметкерлері. Біздің Шымкент қаласының кешегі таңда митингі шығып, оның аты террористер дейді, соның бәрі біздің қала полициясының басшылығымен бастаған полиция қызметкерлеріне рахмет. Сол кісілердің арқасында еліміз тыныш, біздің түнгі ұйқымыз да тыныш, қаламыз да тыныш. Сол кісіге алғысымды білдіргім келеді. Үлкен рахмет.